кеш жарық. Бүгін осындай жүннен жасалған тапочканың үстіне жүннен декорды қалай жасау керек екен көрсеткім келіп отыр. Ол үшін осындай ұзындығы 10 см, ені 8 см осындай қағаз қиып аламын. Оны 4-ке бүктеп, 3 бұрыш қиып аламын. Қиған қағазымыздан ромбик шықты. Соны дайын аяқ киіміміздің үстіне қойып, ручкамен айналасын сызып аламын. Ортасында осылай сыза қоямын. Ирек-ирек қылып, осындай губка салып қою керек ішіне. Бүгін мен осындай қара жүнменен көк жүнді араластырып жасағым келіп отыр. Ол үшін бізге иглы для валяния деген болады. Осындай арнайы жүндермен жұмыс жасауға арналған ине. Енді осы инеменен жүнді тапочканың үстіне қойып, жүннің үстінен инені кіргізіп түртіп отырып, осылай салған суретіміздің үстінен осылай түрту арқылы сурет жасаймыз. Осылайша суреттің үстінен басып отырып, түртіп отырып суретті сала береміз. Видеоны аяғына дейін қараңыздар. Ары қарай қалай жасайтынын бірге тамашалайық. Бұл тапочканың өзі таза меринос қойдың жүнінен жасалған. Бұл тапочкалардың тіпті өлімі жоқ. Мінекей, қарадан жасап болдым. Енді ортасын көкпен жасағым келіп отыр. Осылайша қара мен көкті араластырып жасаймын.
мінекей суреті де дайын болды. Енді осы суретті әбден өзінде қалып қою үшін, бәрде осындай бір келкі тапочкамен бірдей болу үшін біздерге жылы су керек, сабын керек, губка керек. Сол жылы суды сабындап, сабынды суды тапочканы ысқылау керек. Ішінен де, сыртынан да жақсылап сабынды сумен ысқылау керек. Менде кішкентай утюжок бар. Ол утюжок болмаса да, сіздер кәдімгі маймақ тасты алып, салафанға кигізіп алып, сонымен ысқыласаңыз да болады. Әуелі қолмен жайлап сипалап осылай ысқылайсыздар. Губкаменен жақсылап тұрып сабындау керек. Қатты суламау керек та, бірақ жақсылап ол сабын болу керек. Менде осындай утюжок бар, салафанға кигізіп алып, осылай әбден ысқылаймыз. Мына жүннен салған суретіміз кәдімгі мына тапочкаға кірігіп, тапочкамен бірдей болу керек. Сол үшін жасалады осы. Видеоны аяғына дейін қараңыздар. Мінекей осыны болғаннан кейін, бір 10 минуттай жақсылап ысқылағаннан кейін, тапочканы жылы суға жақсылап тұрып шайып аламыз. Содан кейін осылай колодкаға кигізіп, жылы суға шайғаннан кейін жақсылап сығып аламыз. Сығып алғанда ол тапочка кәдімгідей мыжырылып, кішкене жиырылып қалады. Соның жиырылғанын жөндеу үшін және де осы тапочканың формасын беру үшін осындай қылып колодкаға кигізіп қоямыз, және де утюжокпен жақсылап тұрып, утюгтеп формасын келтіреміз. Утюжок деп отырғаным жаңағыдай таспен ысқылаймыз. Утюгтеген құсатып, жақсылап ысқылап, бетін тегіс қылып әбден ысқылаймыз. Мінекей менен екіншісін осындай таспен жасап жатырмын. Қазір көріп отырғандағыңыздай, кәдімгі маймақ тасты салафанға кигізіп қойып, осылай сыртын ысқылағанда өте кәдімгідей тегіс әдемі болады. Бұл меринос қойдың жүнінен жасалған тапочка. Бір жасап алсаңыз тіпті өлімі жоқ. Петно болып қалса, жуып алып кие бересіздер. Және де бұл тапочкалердің өте емдік қасиеті бар. Салқын алады. Және де кәдімгі таза табиғи өнім. Енді осыны жақсылап осылай өтектеп болғаннан кейін жылы жерге кептіріп қоямыз. Мінекей, бір күннен кейін менікі кепті, мықты, әдемі аяқ киім болып шықты. Ендігі видеода осындай аяқ киімнің астына табанды қалай тігу керек екенін көрсетемін сіздерге. Видеом ұнаса лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Көптеген пайдалы ақпараттар айтамын. Осындай тапочканың қалай жасау жолын көрсетемін. Келесі видеода кездескенше қош сау болып тұрыңыздар.